Балаларға эндоскопия қажет пе? Балалардың ішкі ағзаларында кейбір мәселелер бар. Оларды ішкі жағынан қарап, не болып жатқанын көру қажет. Педиатриялық гастроэнтерологияда ересектерден өзгеше бірнеше жағдайлар бар. Және балаларға қолданылатын эндоскоптар, ересектерге арналған гастроэнтерологиялық эндоскоптарға қарағанда әлдеқайда кіші. Педиатриялық эндоскопиялар әрқашан седативті әсермен жасалады. Бұл баланы аздап тыныштандыруды білдіреді, ал ересектер ояу болады. Сондықтан ояу кезде эндоскопиядан өту бала үшін өте травматикалық болуы мүмкін, солай емес пе? Сондықтан балаларға аздап ингаляциялық анестетиктер беріп ұйықтатады. Олар ұйықтап қалады. Олар тыныш, науқас бақытты, ата-аналар да бақытты, ал процедураны жүргізуші де кейде балаларда кездесетін маңызды мәселелерді анықтағанына өте қуанышты. Олар қандай мәселелермен келеді? Кейде олар қан қысуымен келеді. Кейде балаларда зерттеуді қажет ететін қатты іш ауруы болады. Балалар болғандықтан олар әртүрлі бөтен заттарды жұтады. Кейде олар батареяларды, бұрандаларды, шегелерді және магниттерді жұтады. Бірақ кейде балаларға эндоскопия жасау шындық, және ол балаларға көмектесу үшін жиі жасалуы керек. Ал сіз балаларға эндоскопия жасауға болатын ең кіші жасты білесіз бе? Я, тіпті 10 күндік, салмағы шамамен 2 килограмм болатын жаңа туған нәрестелер де, егер қажетті эндоскопиялық жабдықпен тәжірибе болса, қауіпсіз эндоскопиядан өте алады.